Кеше Instagramda bir videoga көзім шалып қалды. Ол видеоны көрген кезде маған бір қатты әсерін тигізді да, бір жүрекке жетті да. Ол жерде бір жас жігіт әкесіне келіп сыйлық жасап жатыр да. Өмірі құлшылығын сыйлап жатыр да. Ана жердегі бір атмосфераны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ар жақта сезіліп жатыр да, қуанышты айта алмаймын. Баланың әкесіне деген алғысы, әкесінің баласына деген алғысы да. Сол моментте мен сол баланың орнында болғым келіп кетті да. Ата-анама осы өмір құлшылығын сыйлағым келіп кетті да. Көбіміз біз ата-анамыз жанымызда бар кезде олардың қадірін түсінбейміз да. Дінде айтады ғой, Алланың разылығын алу үшін сен ата-ананың разылығын алу керексің дейді. Жанат дейді, сен ананың табанының астында дейді да. Көбіміз соны түсінбей жатамыз да. Кейін ол кісілер жоғында түсініп атамыз да. Ананы істеу керек, мынаны істеу керек дегендей. Просто айтамын да сіздерге ше. Ата-анаңыз жаныңызда бар кезде